Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай әрі дәмді болып шығатын, қысты рахаттанып шаймен ішетін малинаның вареньесін жасаудағы өз әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналымды қолдап кетіңіз. Ол үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видео қызық болса, видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қараңыз. Ал ендеше бастаймыз. Бұл жерде менде малина 3 кг. Ең бірінші жұмысымызды малинаны жақсылап жуып тазартудан бастаймыз. Малинаны 2 қайтара тазартып жуып аламыз. Арасында осындай мусорлары шығады. Мусорларын да қалдырмай жақсылап тазалап жуып аламыз. Міне барлық малинаны бір келкетіп тазартып жуып алдым. Жуылған малинаның үстіне шекер салатын боламыз. Бұл жерде мен 3 кг малинаға 2 кг шекер қостым. Шекер қосқаннан соң осылай бір араластырып аламыз. Сосын осы күйі салқын жерде 2 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде өзінің малинаның табиғи суы шығатын болады. Бұл малинаның вареньесіне ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Малинаның өзінің табиғи суы шығады. Міне 2 сағатта өтті. 2 сағатта шекерлері аздап еріп, өзінің суы шықты. Енді газге қойып, астыны жоғары отқа қоямыз. Бір қайнатып аламыз. Міне бір қайнап шықты. Енді астыны жай отқа қойып, 10 минут қайнатып аламыз. Осылай қайнау барысында араластырып тұрамыз. 10 минуттай қайнады. Енді газдың астына өшіріп 2 сағаттай суытып аламыз. 2 сағаттан соң екінші рет қайнатуға қоямыз. Міне 2 сағатта өтті. Көріп тұрғандарыңыздай түсі де өзгерген. Газге қойып бір қайнатып аламыз. Сосын бір қайнап шыққаннан соң астыны жай отқа қоямыз. Міне малинамыз бір қайнап шықты. Енді астыны жай отқа қойып, тағы да 10 минут қайнатамыз. Көп қайнатудың керегі жоқ. Сосын безінде шыққан осындай ақ көбіктерін, артықтарын алып тастаймыз барлығын. Осы уақыт аралығында банкаларымыздың барлығын жуып тазартып, стерильдеп аламыз. Бұл жерде мен банкаларды жуып, ішіне кішкене қайнаған су құйып, крышкаларын жауып, стерильдеп алдым. Осылайша банка мен крышкалардың барлығын стерильдеп алдым. Осы уақыт аралығында вареньеміз де қайнап дайын болды. Жақсылап араластырып жіберіп, банкалардың ішіндегі суды төгіп тастап, ішіне вареньеді құйып жауа берсек те болады. Осы жерде айта кетейін, егерде осындай бұранда банкаға жабатын болсаңыз, крышкасын жақсылап жапқаныңыз дұрыс. Және де крышкасы жақсы жабылғанына көз жеткізіңіз. Және де осындай закрывалкамен жабылатын банкаларыңыз болса, банканың бойын суытпай, осындай закрывалкамен жақсылап жауып аламыз. Крышкаларын жақсылап жауып алдым. Банкалардың міне вареньемізді дайын болды. Түсі өте әдемі, дәмі де керемет болып шықты. Сіз де осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де лайк басып, пікір қалдырыңыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап берем. Қош сау болыңыздар.